Кабокадан қаладан келген қыздың ойнайтын боламыз. Сіздермен таныстыра кетейін. Мынау қаладан келген Балнұр деген қыз. Ал мынау оның әжесі, мынау атасы, мынау аяулым деген. Ол атасы мен әжесінің қызы. Ең бірінші бұл келіп, сіздерге таныстыра кеткенде енді біз сериалымызды бастайтын боламыз. Сәлеметсіз бе, ата, әже? Ой, сәлем қызым. Мынау кім? Түрі соншама жаман. Менің атым аяулым. Танысайық, менің атым Балнұр. Неге сен біртүрлі есінен біртүрлі ес шығып тұр? Кеттік қызым, оны қойыңдар. Одан да барып шай ішейік. Біз шай дайындаймын. Қыздар, сендер шай дайындамай, біраз сөйлесіп, танысып алыңдар. Ой, атасы. Отыра бер, өзім дайындаймын. Қаладан келген қыз жаман сияқты. Жақсы болар мүмкін. Мақұл, шақырайын қыздарды. Қыздар, келіңдер. Сен өзі бір күнде жуынасың ба, жуынбайсың ба, душтарың бар сияқты. Бірақ маған бір киімдерімді әйтпесем бұл жерде жүргенше киімім үйге барып сасып кететін сияқты. Я, бар. Айбай, нелер қоян ба? Сасығын-ай. Мына жерде ден дұрыс киім жоқ сияқты ғой бір. Чемодан. Бір алтын сықып қойғасындар. Негізі мен ақша алып келген, просто ұмытып кеттім, ақшамды жоғалтып алдым. Сонда жоғалтып алдым ба сен? Енді мама папаны ұрыспай ма? Не үшін ұрысу керек маған? Одан да. Мынау киім сенікі ма? Менікін таза жерге салайын десем, мақұл, тұра берсін. Бәрібір бір аптадан кейін қайтамын ғой, кеттік шай ішейік. Қазір тоқта, бірінші қол жуу керек. Сонда білмейсің бе сен? Біз олай қол жумаймыз, үнемі. Ал біз жуамыз. Суларың да ақпай ма, бірдеңе ғой. Неге? Аз ағады сендердің суларын, біздікі көп ағады. Сұйықтық сабындарында бір түрлі екен. Ой, кеттік. Қазір біз магазинге барамыз. Магазиндерін қандай көрейікші, Магнум сияқты шығар, я? Білмеймін, бірақ енді беріп тұр. Біз тамақ жейік. Мен мынандай желе жегім келіп тұр. Желе. Ол икра. Айтпайды, икрамен сүт ішемін. Жарайды, біз айналып келеміз, ал біз сіздер тамақ жей беріңіздер. Мына жерде тауықтар бар екен. Вау, күштісін-ай. Мынау тауықтарды әдемі қылып шақыру керек. Неге тауықтар? Мына жерде әтеш ба? Ой, көмектесіңдер маған, көмектесіңдер. Ата, әженің жерде мені әтеш жеп қойын деп жатыр. Ой, әтештен қорқпай қой, сен ештеңе қылмайды. Бақшадан алмалар жинасақ болды. Вау, мынау менің бөлмем бе? Мынаны жинап қойға бола ма? Вау, күшті екен. Онда мен затты алып келген жоқпын. Сондықтан қазір Магнумға барсақ барып келейік. Оны Магнум демейді, магазин дейді. Ой, магазин. Ата, әже, біз магазинге барып кезек бола ма? Не үшін серуендеп аралап қайтамыз? Айтпақшы, менің қазір бір заказым бар, и сол өзі келеді қазір. Мен сумкамды алып кеп береді, себебі мен сумкамда менің заттарым бар. Кітап, дәптер сияқты заттарым, ақшаларым да бар. Ақша жоқ шығар сіздерде. Мен кеше ғана оқуға түскенмін, и сосын осы қағаздарым, карточкаларым қайда екенін бірақ білмеймін, жоғау деп ойлап тұрмын. Жоқ екен менде. Мақұл, сөмкем тұра берсін, сабақ орнаймыз, ал бәріп офлайн сабақ орнайтын шығармыз. Бұл жерде бір апта ғана бола, мен бір аптадан шыдай алмаймын. Болсам бола бер, менде саған шыдай алатын түрім жоқ. Мән аяқта алмұрт розовый ағашта өсем, а? Сендер оны базардан сатып аласыңдар ма? Жоқ, біз нан, оның бәрін қолдан жасаймыз. Бір түрлі ғой. Наяқта күшті екен. Давайте кеттік онда. Магнумға барайық. Кеттік мау. Ой, жеттік пе? Я, жеттік қой. Кеттік. Айбай, неме бәрет ағыда сатама. Өля, неме бәрет заттар бар нәйде. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Заттарды алырсыз болма? Я, пакет бер жүрсіз ба? Сендер қарыздарыңды өзі қашан төлейсіңдер? 10 күн болды ғой төлемей жүргенде, 50 мың теңге болып кеткен қарыздарың. Біздің үйге қонақ келген еді, соның ақшасын бере алмай әлі жүрміз. Андай беруді ұмыт кетпеңдер. Я, ұмыт кетпейміз. Оны жерде кассиром жатыр ғой менің. Жоғалтып алған болсаң,
өзің алып кетпейсің ба үйіңе? Рахмет, кешіріңіз естіпегеніңізге. Сумка, пакет алыңдар да ала беріңдеріңіздерді. Так, не аламыз? Үйге нан аламыз ба? Мына жақта жұмыртқа бар ма үйлерінде өзі сендердің? Жұмыртқа бар ма үйлерінде? Жұмыртқа білмеймін. Жасыл сок аламыз ба? Иә, алайық. И потом тағы не аламыз? Сосын так, рогалик алайық. Ол круассан үлкен екен, әдем. Еще 4 ала берейік, себебі ата әжейім де жейтін шығар. Үйлерін, давайте энергетик ала салайық. Сен ішесің ба? Ол не тағы? Ол энергетик деген, ол сені шаршатпайды. Онда маған қызыл түсті, ал маған сары түсті. Аха, саған қызыл түс. Ата мен әже ішпейтін шығар. Ішіп қалды мүмкін, бірақ қойбаш, алмай қойық. Ішпеймін деп тағы ақшамызды босқа кетіреміз бе? Ана жақтан картошкасын олар аманымызды жүзім. Бізде картошканың бәрі бар, тек қана бізде жүзім жоқ, сондықтан жүзім ала берейік. Банан бар ма сендерде? Банан да жоқ. Онда мен банан алайын. Давайте банан алайық. И сосын жүзім алайын. Бау-бақшаларында банан өспей ма сендердің? Ол жоқ, ол тупой. Оның қақта өсетін де білмейсің ба? Ол Дубайда өседі. Сен Дубайға барып та көрмеген шығарсың. Оны мына есептеп бере салыңызшы. Қарызға емес шығар енді? Жоқ, қарызға емес. Ақшамыз бар, құдайға шүкір. Так. Ішпенсіз, тупойсыз ба, білдіңіз. Давайте мына есептеп бере салыңызшы бізге. Сіздің қажетіңізде жоқ сияқты ғой. Өте оңай нәрсе. Қиындатып жібереді екенсіз. Біздің маңдумда бұдан да күшті адамдар сендердікі сияқты аңқау емес. Қазір ақшасын төлеймін әпше. Қанша теңге болды әпше? 1200 теңге болды, төлейтін шығарсыңдар енді. 60 мың. 10 мың теңге бере салайын сізге. Кейін төлей саламыз ғой. 10 мың теңге бердім. Қарызына расчет бола салайық. Сау болыңыз. Кейін бұл жердегі көп адамдар қарыз алып жатыр. Соны төлеп жүріңдер өздерінің қарыздарын. Так. Мына жақта вау, күшті нәрселер бар екен. Ой, бірақ маған ұнамады. Мақұл. Кеттік. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі екінші бөлімін саламын. Сол кезде көруді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.